Құрметті отандастар, айналайын қазақстандықтар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін тәуелсіз Қазақстан Республикасының рәміздері қабылданған күн. Бұл еліміздің ең басты мерекелерінің бірі. Неге басты мерекенің бірі болу керек? Өйткені рәмізі жоқ ел ол мемлекет емес. Егеменді елдігімізді айқындайтын көк туымыздың, әнұранымыздың, ел таңбамыздың қадір-қасиетін ұғынып, құрмет көрсете білейік. Сен арқылы елді таниды, жерді таниды, мәдениетіңді, дәстүрлерді бәрін таниды. Біздің рәміздеріміз сол жаңа мемлекетіміздің, жаңа Қазақстанымыздың айшықты ең асыл бейнесі. Біздің Қазақстанымыз, біздің отанымыз, біздің жеріміз, біздің еліміз, осыны бәрін біз сақтауымыз керек. Әрқайсымыз шынымен Құдайға шүкір деп, Алланың берген осы несі деп, сый деп, тәуелсіздік қол жеткіздік, сол тәуелсіздікті ұстап қалу. Біздің буынға берілген аманат бодандық бұғауынан босатқан рәміздерімізді, ұлан байтақ жерімізді, салт дәстүрімізді келер ұрпаққа ұлттық бояумен жеткізу. Енді әр қазақтың баласы тұлпар мініп ту алып, туын басынан биік ұстау үлкен атадан қалған асыл борышымыз деп білемін. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының рәміздеріне бізден құрмет. Мәртебелі мерекеміз құтты болсын. Біліңіздер, намаз оқу қандай парыз болса, Аллаға иланып ораза тұту қандай парыз болса, тура сол сияқты мемлекеттің туын, оның рәміздерін, ділін, оның әр түрлі тілін, әр түрлі ұлттардың, ұлыстардың ынтымақ бірлігін сақтау тап сондай парыз болған Алланың бұйрығы деп түсініңіздер.